Қайырлы күн достар, бүгін сүзбелі бөлкелер дайындаймын. Бөлкелер тез және оңай дайындалады. Құрамына дрожж бен сары май қосылмайды. Бірақ сонда да өте жұмсақ болып шығады. Жұмыртқаның үстіне қантты қосып, венчикпен араластырамыз. Тұз қосып, кішкене араластырамыз. Сүзбені блендермен ezеміз. Оны вилкамен де езуге де болады. Жаңағы массамызды кішкене араластырып, үстіне сүзбені қосып, тағы да араластырамыз. Сұйық майды қосып, араластырамыз. Оның үстіне разрыхитель саламыз. Содан соң барлық ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр осындай жұмсақ болуы қажет. Енді оны ұзын қылып созамыз. Содан соң оны 12 бөлікке бөлеміз. Дөңгелектетіп илейміз. Ортасына өзіңіздің қалаған нәрсеңізді салсаңыз болады. Мен корица мен секер салдым. Осылайынан саусақпен жайып, видеодағыдай кесеміз. Барлығын осылай дайындап шығамыз. Енді үстіне жұмыртқа жағамыз. градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіреміз. Міне дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны қарағандарыңызға рахмет.